Сәлем достар, Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Акапелла, итальянша капелладағы сияқты. Аспаптың сүйемелдеуінсіз орындалады. Әдетте достар, өздеріңіз білетіндей хор айтады. Яғни осы термин бастапқыда Ренессанс полифониясы мен концерттік барокко стилін ажыратуға негізделген. 19 ғасырдағы қайта өрлеу дәуіріндегі полифонияға деген қызығушылықтың, яғни жаңаруы, вокалдық партияларды дубляжынан білмеуінен қосылып, бұл терминнің аспаптық сүйемелдеусіз вокалды музыка деген мағынаға келуіне әкелді. Иә достар, мүмкін акапелла дегеніміздің екенін ұмытып қалған болсаңыздар, біз қазір керемет видеоны бірге тамашалайық. Бізді өшірмеңіздер, бірге тамашалап, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Domine, Ebenezer, adorare Yeshua, Adonai, Adonai, Elohim, Elohika. Domine, Ebenezer, adorare Yeshua, Adonai, Adonai, Elohim, Elohika. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. There's nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, though. It can never exist, though. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, though. It can never exist, though. Never, 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 never exist, never exist, oh. Never, 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 never exist, never exist. Иә достар, керемет орындау. Бірнеше әнді сіздер акапелла түрінде естідіңіздер, және өздеріңіздің бағаларыңызды біздің пікірге қалдырып кетсеңіздер болады. Және достар, біз үшін өте маңызды екенін ұмытпағайсыздар. Қайта өрлеу дәуірі композиторларының зайырлы ән өнерінде, оның ішінде мадригалдарда да акапелла ән айту стилі дамыды. Кәсіби хор өнерінің стилі ретінде акапелла ән айту орта ғасырдың аяғында культтік полифонияда анықталды. Яғни Голланд мектебінің шеберлері арасында шарықтау шегіне жетіп, Рим мектебінде классикалық көрініс алды. Олар достар Палестрина, Беневоли, Скарлатти. Және айта кету керек, 17-18 ғасырларда акапелла әнін, яғни әсіресе зайырлы жеке аспаптармен немесе жалпы баспен сүйемелдеуге болады. Кейін мүлде сүйемелдеусіз орындау қайтадан бағалана бастады. Иә достар, өте қызықты ақпарат алдыңыздар деген ойдамыз. Сол себепті біз қазір пентатоникстің орындауындағы керемет әнге береміз. Және олар достар ең әйгілі әртістердің, яғни акапелла орындаушылар ретінде өздерін ұсынған екен. Сол себепті бізді жібермей қарап отырыңыздар, және өздеріңіздің бағаларыңызды, пікірлеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
иә достар, керемет орындау. Жеке өзіме Pentatonix тобы өте қатты ұнайды. Сол себепті достар, қандай да акапелла орындаушыларын білетін болсаңыздар, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Немесе достар, сілтемемен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Біз міндетті түрде қарап, өзіміздің пікірімізді сіздерге де жазуға тырысамыз. Достар, біз Facebook, YouTube, Instagram желілерінде бармыз. Сол жерге өздеріңіз тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Сіздермен болған мен Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.